Ең бірінші хадисті келтірді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тозақ ашылған кезде ең бірінші 3 адамды кіретінін айтты Расул саллаллаху алейхи вассалам. Қарасақ, үшеуі де сыртқы көрінісінде керемет адамдар. Біреуі жомарт бай. Бүткіл байлығын Алла жолында сарптаған. Мешіт соққан, көше соқты, тал ектірді, адамдарды қажылыққа жіберді, ақшасын бәрін соған сарптаған адам. Бірақ одан сұрайды деді Алла Тағала. Мен саған мал дүние бердім, оны қайда жұмсадың десе, ол айтады екен, мен сенің жолыңда жұмсадым. Алла Тағала өтірік айтасың, сен менің жолымда емес, адамдар көрсін деп, жомарт бай екен, қолы ашық екен, алдына барған адамды қайтармайды екен, саған керегі солай болған. Адамдар сені әлі мақтап жатыр деді, бірақ Алланың алдында ешқандай сауап болмайды деп, бірінші тозаққа соны лақтырады деді. Екінші кім? Батыр. Елді, жерді қорғады. Ондай адамдарды шариғат тілімен айтқан кезде шахид деп айтамыз. Алла жолында қайтыс болған адам шахидтер. Алла субхана тағала Құран кәрімде оларды шахидтерді өлді деп айтпаңдар деген. Оған да Алла Тағала сұрайды деді, Расул айтты. Саған сондай батырлық бердім, денсаулық бердім, қайда жұмсадың? Ол айтады екен, елді, жерді бәрін қорғадым жаудан. Сөйтіп сол соғыс майданында мерт болдым. Алла үшін. Десе Алла айтады екен, жоқ, өтірік айтасың, Алла үшін емес. Адамдар батыр деп айтсын, күші көп екен, мықты екен, қорықпайды екен. Жалғыз жауға шаба береді деген сияқты нәрсені қаладың, Алла оны берді саған. Деп, оны тозаққа лақтырады деп аласың. Үшінші кім? Білімді ғалым адам дейді. Ұстаз, бүткіл өмірін ғылымға арнаған адам. Кітап жазды, сабақ берді, үйретті, жүрді. Алла Тағала айтады, саған білім бердім, қайда жұмсадың? Адамдарға үйреттім деп айтады дейді. Алла Тағала онда өтірікке шығарады деді. Ол Алла үшін болған жоқ, адамдар жақсы ұстаз екен, мықты ұстаз екен деп айтсын деген ниет болды сенде. Адамдар әлі сені айтып жатыр, мақтап жатыр ар жақта. Бірақ Алланың алдында ешқандай сауап жоқ деп, соңында тозаққа лақтырады деді. Алла сақтасын. Қарасақ, үшеуі де керемет адамдар негізінде. Үшеуінің сыртқы көрінісі тамаша. Бірақ сол риягершілік деген араласып кете салысымен ол амалдың бәрін жоққа шығарып жібереді екен.